Барлықтарыңызға сәлем достар. Бүгін сіздерге маклюбе тағамның рецебімен бөлісемін. Түріктің бұл тағамы көпшіліктің көңілінен шыққан болатын. Сіздер де жасап көріңіздер. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен бізге қажет күріш. Бұл бізде жылқы еті, осындай ұсақталып турап алдым. Және де көкөністерден баялды, сәбіз, пияз, картоп қажет болады. Ең соңында біздің тағамыз дайын болғанда салат жасауға бір қияр, бір қызанақ қажет болады. Енді көкөністерімізді турап аламыз. Бірінші баялдымызды осындай дөңгелек қылып тураймыз. Баялдымыз қатты жұқа да, қалында болмау керек. Орташа деңгейде дөңгелек қылып тураймыз. Картоп, сәбіз, пиязды да дәл осындай қалыңдықта тураймыз. Міне достар, біздің көкөністеріміз бір келкі қылып туралды. Енді бұны қызып тұрған табаға қуырамыз. Ең алдымен мен етті қуырамын. Табамызға сұйық майды құйып, етімізді салып, жақсылап толықтай піскенге дейін қуырамыз. Және де кішкене су құйып, жарты сағатқа немесе 1 сағатқа баяу отта пісірсеңіздер еттеріңіз жұмсақ әрі дәмді болып шығады. Мен дәл солай жасадым. Ал енді етіміз пісіп жатқанда табаға сұйық майды құйып, қатты қыздырып, осы көкөністерімізді қуырып аламыз. Әрқайсысын бөлек-бөлек қуырып аламыз. Ең алдымен мен картопты салып, екі жағынан қызартып қуырып алдым. Енді бөлек баялдымызды қуырамыз. Оны да дәл солай екі жағынан қуырып аламыз. Дәл осындай етіп, сәбізімізді де екі жағынан қызартып қуырып аламыз. Осы көкөністерімізді қуырып болғаннан кейін табамыздағы майымызды шамалысын ғана алып, қалған қызып тұрған майға жуылған күрішімізді жақсылап қуырамыз. Ешқандай күрішке су құймаңыздар, жай ғана қуырып шығасыздар. Ал енді маклюбемізді жинайтын боламыз. Ең бірінші қатарға пиязымызды саламыз, одан кейін қуырылған етімізді жайғастырып саламыз, одан кейін қуырылған картоп, сәбіз, баялдыны саламыз. Соңынан күрішімізді салып, тегістеп нығыздаймыз. Және де 1 стакан ыстық суға жарты қасық тұзымызды салып, үстіне күріштің үстіне суымызды құямыз. Жарты 1 сағаттың көлемінде тағамызды пісіреміз. Мінекей достар, біздің түріктің тағамы маклюбе дайын болды. Осындай кен ыдысқа, осындай формада шықты. Бастапқы кездегі қияр мен қызанақтан салат жасадым. Және де осы тағамдардың жан-жақтарына салып шықтым. Бұл жерде бізде ең маңыздысы айран. Айранды осындай кесеге құйып, тағамның жан-жақтарына қойдым. Сіздер де жасап көріңіздер. Өте оңай, дәмді болып шығады. Барлықтарыңызға ас болсын.